2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстанда мемлекеттік мекемелердің, квазимемлекеттік сектор қызметкерлері мен олардың жұбайларының табыстары мен мүлкін жалпыға бірдей декларациялаудың екінші кезеңі басталды. Үшінші кезең аясында 2024 жылдан бастап заңды тұлғалардың басшылары, құрылтайшылары, жеке кәсіпкерлер және олардың жұбайлары декларация ұсынуы тиіс. Ал 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап алдыңғы кезеңдерге енбеген азаматтардың барлық санаттары декларациялауға қатысады. 250.00 нысанындағы активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны е-салық азамат мобильді қосымшасы, салық төлеуші кабинетінің веб-сайты, электрондық үкімет порталы арқылы, сондай-ақ қағаз жүзінде мемлекеттік кіріс органдарына немесе халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы тапсыруға болады. Жіберу мерзімдері 15 шілдеге дейін қағаз жүзінде, 15 қыркүйекке дейін электронды түрде. Жалпыға бірдей декларациялау жүйесіне қосылу арқылы сіз адалдық пен әділеттілікті бойына сіңірген, еліміздің ілгерілеуге ықпал ететін қоғамның дамуына үлес қосасыз.